Сәлеметсіздер ме тыңдарман? Бүгін сіздерге күйеуін қалаға жұмысқа жіберіп, өзі ата-енесінің қолында қалған келінінің оқиғасын баяндамақшымын. Әңгіме ұнаса, арнаға тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Айнаш пен Марат бір сыныпта оқыған. Екеуінің махаббат сезімі 10-шы сыныптан басталған еді. Басында тек сыныптас болып жүрген Мараттың күннен күнге Айнашқа көз қарасы ерекше болып, сезімі оянып, Айнашқа сөз салған болатын. Айнаштың өзі де сырттай Маратты ұнатып жүруші еді. Ол да келісімін берді. Екеуі ауылдың екі шетінде тұратын. Марат Айнашты күнде үйіне шығарып салып жүретін. Таңертеңгісін жолдан күтіп алып, екеуі қайта мектепке баратын. Бұлардың жұптарына барлығы қызғанып та, қызығып та қараушы еді. Ортасына қаншама сөз ерсе де, ешбіріне ермей түсінісіп алатын. Мектеп табалдырығында жүріп, екеуі өте әдемі жұп деген атқа ие болды. Қарасаң көз тоймайтын, бір-біріне өте жарасымды жұп еді. Екеуінің жұбы жазылмай мектеп бітіріп, қол ұстасқан күйі қалаға аттанды. Жолдары болып жоғарғы оқу орнына түсті. Айнаш мұғалім болып, Марат сәулетші мамандығына түсті. Ол жақта да жұптары жазылмады. Екеуінен басқа ешкім жоқтай, тек бір-бірінен көз алмайтын. Қаланың қанша сұлулары мен сымбаттыларын көрсе де, ешбіріне бұрылып қарамайтын. Жүректері тек Айнаш, Марат деп соғатын. Кейде бұлардың бақытты кейпін біреу қызығып, біреуі қызғанып қараушы еді. Оларға мән бермеген екі ғашық қол ұстасып тәтті кездерді бастан кеше берді. Содан бері 4 жыл уақыт өтіп, оқу орнын қалай бітіргенін де байқамай қалды. Екеуі де диплом алып ауылға қайтты. Марат ол кезде ата-анасына үйленгісі келетінін, Айнашты жақсы көретінін айтқан болатын. Қос ғашықтың бұрыннан жүретіндігін білетін ата-анасы Айнаштың ата-анасымен өзара келісіп, үйленетін күнді де белгілеп қойды. Бір айдың көлемінде Айнашқа сырға салып, үйден ұзатып алып кетті. Артынан той болып, жұпты ғұмыр басталып кетті. Нағыз махаббатпенен үйленген екеуінің әрбір күні бақытқа толы болатын. Үйленген соң қалаға бөлек шығарамыз деген ата-анасы уақытша ауылда алып қалды. Бір жағынан қайнінісі үйленгенін күтіп, бір жағы келін үйге үйренсін деген ниетпен алып қалды. Айнаш ауылға мұғалім болып жұмысқа тұрды. Маратқа ауылдан жұмыс табылмай, уақытша мектепке қарауыл болып жұмысқа кірді. Өйткені сәулетші мамандығы ауылда болмады. Уақыт зымырап өте берді. Үйленген қайын інісі жоқ. Сондықтан ауылда ата-енеңнің қолында ұзақ уақытқа қалып қойды. Көп ұзамай Айнаш көтеріп ұл босанды. Артынан қыз босанды. Артынан тағы егіз ұл босанып, көп балалы ана атанды. Балаларға қарау үшін Айнаш бала күтімі демалысында отырды. Марат ауылдағы әр жұмысты бір істеп, өз нәбақасын тауып жүрді. Бірақ қанша еңбектенгенімен ақша жетіспеді. Баланың тамағы бар, киімі бар, одан өздерінің барар жерлері бар дегендей күн көрістері қиынырақ болды. Ауылда жалақы аз мөлшерде. Енді Марат қалаға барып жалақысы жақсы жұмыс істегісі келді. Бір жолдасының шақыртуымен ауылдағы жұмыстан шығып қалаға келді. Мұнда ол құрылысқа келіп кірісіп кетті. Жұмысы ауыр болғанымен жалақысы жақсы еді. Жалақы алған күні ай сайын отбасына барып тұрды. Тапқан ақшасының барлығын Айнаштың қолына әкеліп ұстататын. Қаладан балаларына ойыншық алып та келетін. Мұндай кезде үйінде кішігірім той болушы еді. Ай сайын келіп, оның үстіне құр қол келмейтін әкелеріне әбден үйренген балалары әкесін тағатсыздана күтетін. Айнаш та көңілі орнына түсіп, жағдайымыз жақсарып келеді деп мәз болатын. 2 жылға жуық Марат құрылыста жүріп, көкелеп-жәкелеп жүріп көзге түсті. Сосын тамыр таныс тауып, өз мамандығы сәулетші болып жұмысқа тұрды. Бұл кездегі екеуінің қуанышында шек жоқ еді. Бұл уақытта
Айнаш 5-шісін босанып, 6-шысын енді көтерген кезі. Енді мен де сенімен қалаға барамын, сен анда, мен мұнда болмайды, бұлай жүргеніміз дейтін. Оған Марат сәл күте тұр, үй тауып алайын, сосын алып келемін деді. Жарайды деп тағы да Айнаш ауылда қалды. Сөйтіп жүргенде 6-шы баласын да босанды. Бұл кезде Марат ауылға көп келмейтін. Хабарласса болды, жұмысым шығып қалды, келесі апта барамын деп жүрді. Келесі апта тағы келмейді. Солай жүргенінде 2-3 айдың жүзі болды. Анда-санда келетін Марат бұл кезде өзгере бастаған еді. Қаланың әдемі аруларын көріп келгенге ме, ауылдағы өзіне қарамай, баламен отырған Айнашты салыстырды ма, Айнашқа жекіп сөйлейтін болды. Халатыңды ауыстырсаңшы, неге осылай жүресің, өзіңе қарамайсың ба дейтін. Оған Айнаш ренжіп қалатын. Қайдағы өзіне қараған, ауылдың тірлігінен одан баламен уақыты болмайтындай еді. Соңғы кездері Маратқа ренжіп жүр. Өзі ғана қалғандай жаны жабырқаулы еді. Тек балаларына қарап қайта өзін басушы еді. Несіне ренжимін? Марат дұрыс айтады. Өзіме қарауды қойдым, келгісі келмейтіні де сол шығар. Бір жағынан балалардың болашағы үшін жұмыс жасап жүр ғой, оған да оңай емес деп ақтап алушы еді. Бірақ Мараттың өзгергені де рас еді. Қанша жақсы жұмысқа тұрды десе де, бұрынғыдай үйге ештеңе әкелмейтін болды. Қазір балалар да өсіп қалды. Бұрын әкесін тағатсыздана күтетін еді. Қазір күдерін үзді ме, келмейтінін біле ме, бұрынғыдай әкелерін іздемейтін болды. Марат та өзі қалаған уақытта келіп, кетіп жүрді. Соңғы уақытта Айнаштың жүрегі сезіп жүр. Мараттың басқа бір көңілдесі бар. Бірақ онысын Маратқа айтпайды. Мүмкін жай өзімнің қиялым шығар. Көзіммен көрмесем, ұстап алмасам не деп айтамын дейді. Бірақ Марат ауылға келсе болды, қалаға асығып тұрады. Азанда келсе, кешкісін қайта шығып кететін кездері де болады. Кейде шыдай алмай, Айнаш ашық сөйлеспекші болып, қаладан біреуді тауып алдың ба, дейтін болды. Марат бірденен ашуға булығып, үйде отырып алып, әр нәрсені айта берме, ерігіп жүр деймісің мені, бала шағам үшін қаңғырып жүрмін дейтін. Қалаға барамыз, бәріміз, алып кет десе, не оған көнбейді. Қаладан үй алып, сосын көшпесең, күніңді көре алмай қаласың. Бәрі сатулы, ауыл сияқты емес, қымбатшылық. Жинап жатырмын ғой үйге, алармыз үйде, сосын апарамын. Барлықтарыңды деп тағы да тастап кетті. Сол кеткеннен ұзағынан кетті. Жылға жуық келмеді. Әні келемін, міні келемін деп сол күйе келе қоймады. Араға ата-анасы да түсетін. Мұның не балам? Үйге қайт. Бақыт ол балаларының қасында. Балалардан жырақта жүрме деп те айтатын. Тыңдаған баласы жоқ. Не Айнашты, не ата-анасын тыңдаған ұл жоқ. Келмейтінін біліп, Айнаш ренжіп үйіне балаларын алып кетіп қалды. Ата-енесі де ештеңе дей алмады. Балаларының кінәсін біліп отыр. Барғаннан анасы үйде отырма, балаларға өзім бас көз боламын. Ауылдан шықпай, сен де әбден басылдың да қалдың. Көргенің тек Марат болды. Соның айтқанынан шықпадың. Жартып жұмысты да істемедің. Енді жүрісің міне 6 баланы сүйретіп. Қалаға барып жұмыс көр. Мұғалім қазір керек мамандық, сондықтан табылып қалар. Ақыры әкесіне керек болмаған екен, өзің өсіруің керек балаларыңды. Бір сәтте өседі де кетеді. Өскенше тірлік жасап ал деп батасын беріп, қызын қалаға жібереді. Айнаш қалада нағашы әпкесінің үйінде тұрды. Оларда барлық жағдайдан хабардар. Айнашқа көмектесіп қасында жүрді. Қаланың 4-5 мектебіне барды. Ешбірінде орын жоқ. Аяғын тоздырып біраз уақыт жүрді. Мектепте орын жоқ, жұмыс табу қиынға соқты. Бірақ бір бұйырғаны болар деп іздей берді. Ақыр тапты. Жаңадан ашылып жатқан мектепке мұғалім болып жұмысқа кірді. Басында ауылдан шықпаған, баламен әбден үйде отырып қалған Айнаш үшін қиын болды. Үйренісе алмай біраз жүрді.
Ол уақытта қасындағы бір пәннен беретін мұғалімдер көмектесіп жүретін. Ішінде Серғазы ұстаз да бар еді. Жаны жайсаң, өте салмақты азамат еді. Білгенін үйретіп, ағалық қамқорлық көрсетіп жүрді. Бір күні екеуі жұмыс бабымен жұмыста ұзақ кідіріп қалды. Сөз арасында отбасы жайында айтылды. Серғазының әйелі қайтқан екен. 3 баласы бар екен. Ананың да әкенің де орнын өзі басып жүр екен. Айнаштан да отбасы туралы сұрап еді, жолдасым тастап кетті, 6 баламмен деп барлығын айтып берді. Мұндайын білмеген Серғазы таңданысын жасыра алмады. Осы уақытқа дейін Айнаштың жолдасы, балалары бар деп келген. Серғазы үшін бұл жаңалық болды. Екеуі сырласып, өмірдің ащы мен тұщысын айтып отырды. Екеуі тағдырлас еді. Сөздері жарасып отыр. Негізі Серғазының Айнаш келгеннен ілтипаты ерекше еді. Тек отбасылы адам деп ештеңе білдірмейтін. Енді жалғыз басты ана екенін естігенде бір жағынан қуанып қалғандай еді. Айнаш апта сайын ауылға барып, балаларына деген сағынышын басып тұрды. Марат бұл кеткеннен кейін еш іздеп келмеді. Тіпті балаларын іздемеді. Үйіне қайтқан соң артынан іздеп кешірім сұрап келсе, қайта барамын деген ойда болған. Бірақ күте шашады. Қалада кімнің ұстап қалғаны белгісіз, бірақ басқа бір отбасы барын сезді. Жайдан жай қалып кетуі мүмкін емес еді. Уақыт сымырап бір орында тұрсын ба, Айнаштың жұмыс жасап жүргеніне де 8 айдың жүзі болған. Бұл уақытта Серғазы Айнашқа өз көңілін білдіріп жүрген еді. Бірақ Айнаш Мараттан хабар күтіп әлі жүрген болатын. Есі кірер, балаларына қайта келер деп жүрді. Өзі Маратты көзімен көрмейінше, өзін өзі алдап, іші сезіп тұрса да жамандыққа қимайтын. Солай Маратты ақтап алып жүрді. Сезімі сейілсін деді ме, кім білсін. Бір қалада жүріп, 8 ай дегенде Маратты көру бүгін бұйырыпты. Айнаш автобусқа мінгені сол еді, сырттан таныс адамды көргендей болды. Жалт қараса, Марат бір әйелмен кетіп барады. Қолынан ұстап алыпты. Автобус жүріп бара жатыр. Бұл бір жерде тұрды да қалды. Не істерін білмей сәл кідіріп, тоқтаңызшы өтініш, тоқтаңызшы деп айқайлап жіберді. Жүргізуші де ертерек айтпайсыңдар ма деп сөйлеген күйі тоқтай қойды. Автобустан жүгіріп шыққан Айнаш кері қайтып Мараттың артынан жүгірді. Марат, Марат деп артынан айқайлап келеді. Бір кезде атын естіген Марат артына қарап тұр. Неше уақыттан кейін Айнашты көріп, бұл қайдан жүр дегендей таңырқап тұр. Қасына ентігін баса алмай жақындап барған Айнаштың ішінде мың сұрақ. Бірақ Айнаш тек бір сұрақты қойғысы келді. Балаларың керек емес пе? Қайда жүрсің дейді. Қасындағы келіншекке күте тұр деп өзі Айнашқа жақындады. Айнаш, сен қайдан жүрсің? Айнаш, ренжімеші, мені кешір. Бірақ мен басқа біреуді сүйіп қалдым. Саған айтуға батылым бармады. Өзі түсінер деп ойладым. Өзімді қинап жүргім келмейді. Онсыз өмір сүргім келмейді. Балаларыма көмектесіп тұрамын, оған қам жеме. Өскенде мені түсінер. Бірақ өмір бір-ақ рет беріледі. Сондықтан құр өткізбей, сүйген адамыммен бақытты өмір сүргім келеді деді. Жанар жақсы келіншек деп қасындағы келіншекке қарап бұрылды. Егер балалар келгісі келсе, маған жіберіп тұрсаң болады. Жанар да өз баласы секілді қарайды деді. Мұны естіп тұрған Айнаш сол бір орында тұр. Не көзінен жас шықпайды. Жүрегі тас болып қалғандай. Маратқа айтқаны қажет емес. Балаларымды жібермеймін. Енді балаларым бар деп ойлама. Өзің қалаған өмірді сүре бер деп кері бұрылып кетті. Үйіне жеткенше ойланып келе жатыр. Менің ұнатқан Маратым осы ма еді? Қалайша? Бұл өзгеріп шыға келді. Басын айналдырып алды ма екен деген ойда келді. Бірақ олармен басын ауыртқысы келмеді. Ең бастысы өзіне керекті жауапты алғандай болды.
Маратқа балалары керек емес сияқты. Мүлдем сұрамады дейді. Не мен, не балалары керек болмаса, жанымды қинап ұстап отыра алмаймын. Бақытты болсын дейді. Өзі де соңғы кезде Мараттың жоқтығына үйреніп қалған еді. Басында іздегенімен, кейін көңілі суып та қалғандай. Маратпен кездескен соң көңілі жайланып, иықтан ауыр жүк түскендей болып жүрді. Өйткені ойында жүрген сұрақтың жауабын алған еді. Алдында Марат келіп қалар деген ой болатын. Қазір келмейтініне сенімді болған соң, тек өзі және балалары үшін өмір сүргісі келді. Сырғыптағы уақыт өте берді. Серғазы бұл уақытта Айнаштан күдерін үзген болатын. Жолдасын күтіп жүр деп ойлайтын. Бүгін тағы жұмыста екеуі кеш шықты. Серғазы үйіңе апарып салайын, кеш болып кетті деп машинесіне отырғызып алды. Екеуі жол жөнекей жұмысын айтып келе жатты. Кенет Айнаш, мен бұрынғы жолдасымды көрдім. Басқа отбасы бар екен. Оған тек сол келіншек болса болғаны, бізді керек етіп отырған жоқ. Ажырасамын деп шештім деді. Бұлай айтқан себебі Серғазыға астарлап жеткізген еді. Өйткені алдыңғы бір сөздерінде 6 балаңды да өзімдікі сияқты қараймын. Мен баладан безген әке емеспін деген болатын. Сол бір сөзі жанына жылу берді ме, Серғазы өзін және балалардың қамқорлығына алғанын қалап отыр. Серғазы бұл сөзді естіп қуанып кетті. Айнаш, сен білесің менің сезімімді. Мен жарынан айырылған жанмын. Әйелдің қадірін жақсы түсінем. Екеумізді осы уақытқа дейін тағдырдың тауқыметін көрген жанбыз. Сондықтан сен менің балаларыма өз аналық мейіріміңді берсең, мен сенің балаларыңа осы уақытқа дейін жетпеген әкелік қамқорлықты көрсетсем, бізден асқан бақытты отбасы болмас еді дейді. Айнаш та осы уақытқа дейін өз келісімін бермей жүрген. Ол да Серғазыға сенім білдіріп, жарайды, балаларға жетпей жүрген махаббатты берейік деп өз келісімін беріп, бір-біріне қарап шымиып отырды. Арада бір апта өтіп, Айнаш 2 күн демалысқа ауылына барды. Анасына барлық жағдайын түсіндіріп айтты. Маратпен кездесулерінде барлығын баяндап берді. Сосын анасы мен әкесінен ақ баталарын беріп, қолдап жіберуін өтінді. Осы уақытқа дейін Айнаштың қиналып келгенін білетін әке-шешесі қарсылық танытпай бақыт тіледі. Мұнысын Айнаш Серғазыға айтып еді, ертеңіне Серғазы балаларын алып ауылға келді. Сол жерде барлығы бір-бірімен танысты. Балалары да барлығын түсініп қалған Серғазының балаларын жатсынбады. Арада көп уақыт өтпей үйіне Құран оқытып, Серғазы Айнашты өзімен алып кетті. Мешітте некелерін қиып, ерлі сайыпты болды. Айнаш барғаннан Серғазының балаларын өз баласынан кем қылмай мейірімін төгіп жүрді. Серғазы да Айнаштың балаларын өзінікіндей көріп, жақсы тәрбие берді. Кейін Серғазы Айнаштың 6 баласын да өз атына жаздырып алды. Айнаш пен Серғазы үшін бақытты күндер бола берді. Бақытқа бақыт қосылып, Айнаш жүкті болып, қыз баланы дүниеге әкелді. Содан бері 11 жыл өтті. Серғазы мен Айнаш 10 баланы тәрбиелеп өсірген өте бақытты отбасы. Қазір кішкентайы 10 жаста. Екеуі барлық баланы оқытып, киіндіріп, оқуға түсіріп, одан алдыңғы қатарын үйлендіріп, немерелі болып, үлгілі отбасы болып отырған жайы бар. Ал балалар екі үйден қосылған деп ойламайсың. Құдды бір әке, бір анадан туғандай өте бауырмашыл болып өсті.